Адамас, паспортласасың ба? Сен телефонсыз бір күн өмір сүре алмайсың. Неге өмір сүре алмаймын? Өмір сүре алам. Қорқасың ғой? Қорықпаймын. Келсек те телефонды аламыз да үйге тығып қоямыз. Егер қорықпасам, телефонды дәл қазір бер. Мен үйімде қойып қоям. $2,000 years later. Адамас, айтпақшы, есіңде ма? Екеуміз бұрында нарда ойнайтын едік қой? Есімде. Алып келші өтініш, ойнайықшы. Қазір. Соңғыда телефонсыз қашан демалдың? Білмеймін ше. Мен телефон әрдайым өзімен бірге алып жүрім. Далада, үйде, көшеде, барлық жерде. Осылай отырып сөйлескенде күшті екенін білмеппін. Білесің ба? Осы бұрында уақытымыз көп болатын сияқты еді ғой. Иә. Қазір барлық уақытымыз мына телефонға кетіп жатыр. Иә. Білесің ба, осы ойынды әр демалыс сайын ойнайтын едік қой? Иә, есімде. Сол сәттер қызық еді. Футбол ойнағымыз есінде ма? Иә, есімде. Мен сен постоянно ататын едім ғой. Оны көреміз.
шаршадым. Мен де. Бұл ойын соншалықты қызық болады деп ойламадым. Телефонсыз күніміз күшті өтті ғой, иә. Иә, шынымен өзімді басқаша сезініп отырмын. Иә, осындай демалыстарды жиі өткізіп тұру керек қой. Атамас, білесің бе, мен мұнаны мүлдем іздеген жоқпын. Мен де бұны іздеген жоқпын. Бүгінгі күн шынайы және өзгеше өткен сияқты, иә. Мүмкін аптасында бір рет осындай нәрсе жасап тұрамыз ба? Иә, келісемін. Интернеттің өтірік өмірінен шаршап кеттім. Міне нағыз өмір. Достар, сендер де осылай жасап көріңдер. Бір күн телефонсыз. Бәлкім сендерге де ұнайтын шығар. Иә, телефонсыз күн ол жоғалған уақыт емес, нағыз шытырман оқиға.